1 мамыр Қазақстан халқының бірлік күні. Бұл 150-ден астам ұлт пен ұлыс тұратын елдің бейбіт өмір сүруіне аса қажет достық, түсіністік пен келісім мерекесі. Қазақстан халқының бірлік күні достарыңыздан халықтың тарихы мен әдет-ғұрыптарын білуге, сондай-ақ мәдениетіңіздің бастауларына оралуға және ұлттық дәстүрлеріңізді есте сақтауға тамаша оқиға. Тұңғыш президент 1995 жылы 18 қазанда 1 мамырды Қазақстан халқының бірлік күні деп жариялау туралы жарлыққа қол қойды. Бұған дейін кеңес үкіметі кезінде елде шерулер, халықаралық еңбекшілер күні және де әскери шерулер өтті. Мерекенің екінші күні әдетте табиғат аясында 1 мамырды жаппай мерекелеуге арналды. Көктемнің соңғы айының 1 күнін тойлау дәстүрі қайдан пайда болды? Бұл мерекенің ежелгі тамыры бар. 3000 жыл бұрын ежелгі Италияның тұрғындары жер мен құнарлылықтың қамқоршысы Майя құдайына табынған. Оның құрметіне көктемнің соңғы айы мамыр деп аталатын оның 1 күнінде мерекелер өтті. 1 мамыр мерекесінің тарихы атап айтқанда еңбекшілердің ынтымақтастығы күні ретінде 1889 жылы шілдеде басталады. Содан кейін 1886 жылы 1 мамырда Чикаго жұмысшылары 15 сағаттық жұмыс күніне қарсы ереуілге шығып, зауыт иелерін 8 сағаттық жұмыс күніне көшуді талап етті. 1889 жылы шілдеде Парижде өткен 2-ші интернационалдың 1-ші конгресі 1 мамырда 8 сағаттық жұмыс күні үшін халықаралық күрес күні және барлық елдер пролетарларының халықаралық ынтымақтастығы күні деп санау туралы шешім қабылдады. Ресей империясында бұл мереке алғаш рет 1890 жылы Варшавада жұмысшылардың 1 мамырдағы ереуілімен атап өтілді. 1917 жылы 1 мамыр алғаш рет ашық түрде тойланды. Кеңес одағында халықаралық еңбекшілер күні мемлекеттік мереке болды. Салтанатты шерулермен атап өтілді. Ал 1 және 2 мамыр демалыс күндері болды. Тәуелсіз Қазақстанда мереке 1996 жылы тойлана бастады. Бұл күні республикада тұратын барлық халықтардың басын біріктіретін мерекелік іс-шаралар әрқашан өткізіледі. Себебі Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Мерекелік іс-шаралар Қазақстанда тұратын барлық халықтар мен ұлттарға құрмет пен ілтипатты көрсетуге арналған. Достық пен өзара түсіністіктің келешегін көрсету үшін ұлттар қауымдастығының құру ең маңызды міндет. Қазақстан халқының бірлік күні бекітілгеннен бері мерекенің өзіндік салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары дамып келеді. Олар 1 мамырға байланысты шерулер мен басқа да ресми іс-шараларды ауыстырды. Қазақстан халқының бірлік күнін мерекелеуге келген жан бұл мерекенің ауқымы мен қуанышын жақсы біледі. Қазақстан халқын басқа халықтардың салт дәстүрлерімен таныстыру үшін мерекеге түрлі мәдени орталықтардың қатысуы өте маңызды. Бұл күні Қазақстанның мұражайлары мен кітапханалары мерекеге және Қазақстанда тұратын халықтарға арналған түрлі көрмелер ұйымдастырады. Мерекенің көркі этномәдени көрме. Бұл бірегей шағын мұражайлар. Олардан белгілі бір ұлтқа тән киім-кешек, дәстүрлі ыдыс-аяқ, зергерлік бұйымдарды таба аласыз. Бірақ ең бастысы әртүрлі ұлттық тағамдардың дәмін татуға болады. Қазақстан халқының бірлік күні мерекесі қазақстандықтарды елімізде тұратын өзге ұлт өкілдерінің салт дәстүрлері мен мәдениетімен таныстырып қана қоймай, ол ұлтты бір тұтас топтастыруға арналған. Өткізіліп жатқан іс-шаралар әртүрлі ұлттық топтардың өкілдерін біріктіруге, мәдени алмасудың сұлулығы мен болашағын ашуға бағытталған.
Қазақстан халқының бірлік күні қазақ халқына айналған әрбір халық пен этностың теңдігін растайтын өзекті де маңызды мереке.